Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Атырауда екпе алған әйел тілге келместен көз жұмды. 51 жастағы науқас таңертең дәрігердің нұсқауымен егу кабинетіне барған. Атырауда емшара кабинетінде екпе қабылдаған әйел сол жерде қаза тапты деп хабарлайды Айқын.kz. КТК телеарнасының мәліметінше, қайғылы оқиға қаладағы номер 1 емхананың Авангард ықшамдау ауданындағы бөлімшесінде болған. 51 жастағы науқас таңертең дәрігердің нұсқауымен егу кабинетіне барған. Ондағы мейірбикелер нұсқаулықтағы коментон дәрісін еккен. Осы кезде науқас есінен танып құлаған. Дәрігерлер алғашқы медициналық көмек көрсеткенімен марқұм тіл тартпастан кетіпті. Емхана басшылары бұл анафилактикалық шок болуы мүмкін дейді. Өйткені екпе саларда алдын ала сынама жасалмапты. Марқұм бұрын соңды қандайда бір аурумен диспансерлік есепте де болмаған. Тек жақында құлағы ауырып, лор маманына қаралып жүрген. Ондағы дәрігер сурдологқа жіберген. Науқас жеке сурдологқа қаралып, маманның тағайындаған емі бойынша емхананың егу кабинетіне барған екен. Қайғылы оқиғадан кейін марқұмның туыстары жауапты органдарға арызданған. Қазір денсаулық сақтау министрлігінің медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті жоспардан тыс тексеру басталған айтты. Қандай себеп, қандай жағдай болғаны сот медициналық сараптама жүргізіліп жатыр. Нақты диагнозы мен өлімнің себебі сол сараптамадан кейін белгілі болады. Бірақ біз алдын ала деп айтамыз. Бұл дәрігер анафилактикалық шок деп ойлап отырмыз, дейді номер 1 емхана өкілі Дина Кемелова. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерге үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой пікірлерін жаза кетіңіз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.